Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен 4-ші сыныптың БЖВ-сын талқылайтын боламыз. There is given task 1 for reading, read and complete. Мәтінді оқыңыз және тиісті сөздерді қойып, сөйлемді толықтырыңыз. I do fencing really well болады. Мен өте жақсы семсерлесе аламын дейді. I have got a gold medal болады. From the London Olympics in 2013 and I have got 2 silver яғни күміс medals from the Brazil Olympics in 2014. Яғни 2013 жылы Лондондағы Олимпиададан алтын медаль алған екен және 2014 жылы Бразилиядағы Олимпиададан 2 күміс медаль алған екен. I do archery болады мына жерге. And I play handball easily. Мен садақ атумен айналысамын және handballды оңай әрі жеңіл ойнаймын. Task 2. Read and write. Екінші тапсырма оқыңыз және жазыңыз. Яғни төмендегі берілген мәтінді оқисыздар және сіздерге екінші тапсырма беріледі. Ол жазылым бойынша соның дұрыс бұрыстығын жазу қажет. I read fairy tales to learn what's right and what's wrong. Мен ертегіні ненің дұрыс екенін, ненің бұрыс екенін үйрену үшін оқимын дейді. Ал бірінші сөйлемге назар аударатын болсақ, true or false-тағы I read fairy tale to have a good time. Яғни мен ертегіні оқимын, уақытымды өте жақсы өткізу үшін дейді. Ал мұнда сөйлем мәтінде ненің дұрыс екенін, ненің бұрыс екенін ажырату үшін үйренемін, сол үшін оқимын деп тұр. Демек, біздің бірінші сөйлеміміз false болады. Екінші сөйлемге қарасаңыздар, bad characters are domestic birds. Яғни, bad characters дегеніміз жаман кейіпкерлер. Яғни, үй құстары дейді. Ал мәтінге назар аударайық. There are not bad characters in the story. Яғни, бұл мәтінде жаман кейіпкерлер бұл мәтінде жоқ дейді. Демек, біздің екінші сөйлеміміз false болады. There are good characters in this story. Яғни, бұл сөйлем дұрыс, Міне, there are not bad characters in the story. Бұл оқиғада жаман кейіпкерлер берілмеген. Ал мына үшінші сөйлеміміз бұл оқиғадағы жақсы кейіпкерлер көрсетілген дейді. Яғни, екеуі бұл жерде сәйкес келіп тұр. Сондықтан бұл true болады. Төртінші сөйлем. At the beginning, the ugly duckling has friends. Мына сөйлемге назар аударыңыздар. The ugly duckling doesn't have friend, but at the end he has friends дейді. Бұл мәтін, яғни ugly duckling, яғни ұсқынсыз үйрек туралы айтылып жатыр. Бұл ұсқынсыз үйрек өзі түрі ұсқынсыз болғанмен, бірақ ол жақсы кейіпкер ертегі бойынша. Және оның басында достар болған жоқ дейді. Өйткені оның барлығы түрінен қорқып, онымен дос болудан қашты. Кейіннен мәтіннің соңына қарай олар бір-бірінен дос болып, оның түрі ұсқынсыз болғанмен, оның жақсы екенін біліп, барлығы достаса бастайды. Яғни соңында ол өте бақытты болады. Бұл оқиға барлығы бақытты болуымен аяқталған екен. Мәтінге қысқаша шолу жасап өттік. Енді төртінші сөйлем. At the beginning, the ugly duckling has friends. Яғни оның басында достары болған жоқ. Сондықтан false болады. At the end, the ugly duckling is not sad. Яғни бақытсыз болған жоқ дейді. Соңында ол бақытсыз болған жоқ. Яғни сөйлемде де дәл солай берілген. Соңында оның достары бір-бірімен достарымен достасып, ол өте бақытты болады. Және алтыншы сөйлем, соңғы сөйлем, this story makes me feel happy. Бұл оқиға маған бақыт, қуаныш сыйлады. Now task 3, үшінші тапсырма, соңғы тапсырма. Match these following words with these pictures. Яғни сөздерді суреттермен сәйкестендіру керек. Бірінші суретте a shopping center, яғни сауда орталығы.
Екінші суретте library, кітапхана. Үшінші суретте museum, музей. Төртінші суретте swimming pool, бассейн. Бесінші суретте theater, яғни театр. Мінекей балалар, осымен бүгінгі талқылауымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар және подписаться кнопкасын басып каналға тіркеліп кетіңіздер. Bye. See you soon.